Мен жас маман ретіндегі алға қойған мақсатым жас ұрпақтың білімді де тәрбиелі, өз отанының патриоты, елінің болашағына үлкен үлес қосатын ұлы тұлғаларды тәрбиелеу. Міндетім өзінің ісін, өмірін жалғастыратын рухани бай азамат тәрбиелеу. Ертеңгі күннің бүгінгі күннен де нұрлы болуына ықпал ету. Педагогикалық шеберлік дегеніміз бұл дарынды талант емес. Бұл дегеніміз әрдайым ізденіс үстінде болу және сол нәтижеге аянбай тынбай еңбек ету. Өз кәсібінің майталманы, ақпараттық инновациялық технологияны меңгерген, ұшқыр ойлы, кең жүректі адам болуымыз керек. Дәл осы кезде ғана біздің оқушымыздың алар асуы, бағындырар белестері биік болмақ. Біз алдымызда отырған оқушымыздың кішкентай жетістігіне қуанып, оның жеке тұлға деп санаған кезде ғана оның білімге деген, білуге деген құштарлығы артады. Абай атамыздың "Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалам" демекші, әр оқушының осы дүние есігінде кірпіш болып қалануына ықпал етуіміз қажет. Жас ұрпақтың бойына білім мен тәрбиенің нұрын шашып, болашаққа жол көрсетер шамшырағы болу жас маманның қолында деп ойлаймын.